Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге пияздың құрамындағы дәрумендер жайлы және де жөтелді кетіретін антибиотиктер жөнінде айтып беретін боламын. Пияздың құрамында пайдалы, табиғи, көзді ашытатын фитонцид деген зат бар. Ең алдымен бір бас пиязды алып, басын кесіп, оның ішіндегі сұйығын қасықтың көмегімен алып аламыз. Неғұрлым үлкен пиязды алсаңыз, оның ішінде сөлі көп, сулы болып келеді. Пияздың ішінен алып алған бөліктерді ең алдымен бөлек ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте 2 бас сарымсақты алып, оны ұсақтап тураймыз. Сарымсақты пайдалану иммунитетті күшейтіп, микробтарға қарсы тұратын қасиеті бар. Сарымсақтарды майдалап турап алғаннан кейін, оны пияздың ішіне салып, оның үстіне 2 ас қасықтай бал саламыз. Пияздың тағы бір пайдасы холестеринді азайтатын өте күшті қасиеті бар. Бал міндетті түрде табиғи болуы қажет. Табиғи балдың қақырықты жібітетін және де тамақтың ауруын жазатын өте көп қасиеттері бар. Ангина, жұқпалы тұмау кезде осы заттарды пайдалансаңыз, ауруыңыздан мүлде айығасыз. Табиғи балды сарымсақпен араластырып болғаннан кейін бетін жауып, қараңғы жерге 10 сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезекте пияздың ішінен шыққан ұсақ бөліктерін алып, ұсақтап турап аламыз. Пияздың суы демікпеге және астмасы бар адамдарға өте пайдалы. Пияз суы тамақтың ісуін кетіріп және де қажетсіз микробтарды жоюға өз көмегін тигізеді. Ұсақтап турап алған пиязға жарты шай қасық қант қосып 5 сағатқа бетін жауып қараңғы жерге қойдым. Уақыт өткеннен кейін сөлі бөлінді. Бұл пайдалы антибиотикті күніне 3 мезгілден аз-аздан ішуге болады. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Кәдімгідей дәріханалардағы дәрілер бір жеріңізге пайдалы болғанымен келесі жеріңізге өз зиянын тигізеді. Ал өзіміз осылай қолдан табиғи антибиотиктер жасап алатын болсақ, денсаулығымыздың мықты болатыны анық.